Сәлем құрметті арыстан белгісі, львы, львицы. Бұл арыстан белгісіне арналған сәуір айына толық жылды жорамал. Қымбатты арыстандар, сіздер үшін бұл ай нағыз күш-қуат пен белсенділіктің кезеңі болмақ. Бұл уақытта сіз өзіңізді жаңа қырларыңыздан танытып, өміріңізде маңызды өзгерістер жасауға дайын боласыз. 1-7 сәуір аралығы сіз үшін бұл Меркурий планетасының ретроградты кезеңі 8-ші үйде қаржы мәселесін қайта бағалап, бұрыннан қалған қарыздарды жабуға, кредиттерді жабуға, қаржылық жоспарларды реттеуге қолайлы уақыт. Сонымен қатар 8-ші үй ол біздің жаңағы 2-ші үй, мысалы біздің жұмыс орындағы жаңағы жалақы болса, бізді күтетін ақша болса, 8-ші үй ол біз күтпеген ақшалар. Ол аяқ астынан, мысалы дополнительный доход сияқты екінші жұмыс жасап жүрсеңіз, сол жерде премия, бонустар, немесе күтпеген уақытта, мысалы бұған дейін төленбеген пособиялар келуі мүмкін, немесе төленбеген алименттер қайтарылуы мүмкін, немесе қарыздар болуы мүмкін. Яғни бұл 8-ші үйдегі қаржы мен ақша көбіне біздің жұмыс орнынан алатын ақша емес, одан бөлек біз күтпеген ақшалар болуы мүмкін. Бірақ қазір Меркурий ретроград болған кезде сізде ол сол ақша арқылы сіз қандай да бір қарызыңызды немесе қандай да бір шаруаларды жабуыңыз мүмкін. Қарыз жабу емес, тек қана мысалы үйдің ішінде бір нәрсе сынып қалып, соны жөндеу керек болса, сол күтпеген ақша арқылы сондай шаруаларды қазір шешуіңіз мүмкін. 3-ші сәуірде Венера планетасы кармический жаңағы узел кармалық солтүстік түйінмен бірігуі болады. Сізде ол сондай ақ 8-ші үйде. Бұл кезеңде сіздің қаржылық және махаббат саласында үлкен жетістіктер күтіп тұрады. Сыйлық болуы мүмкін, сізге жүрегіңізге жылы болатын, немесе төлемдер, немесе күтпеген қаржылық мүмкіндіктер пайда болуы әбден ықтимал. 5-ші сәуірде Марс пен Сатурн планетасының жағымды аспектісі болады, гармониясы. Бұл қаржы мәселелерін тиімді шешіп, денсаулық жағдайыңызды жақсартатын маңызды шешімдер қабылдауға өте сәтті күн. Бұл жерде егер де бұған дейін мысалы санаторий, немесе отпуск, немесе массаж курсын, немесе жаңағы физиотерапия курсын болсын, яғни өзіңіздің денсаулығыңызға байланысты қандай да бір мақсаттарды қойып, бірақ соған ақша жетпей жүрген болса, қазіргі уақытта соған сіз күтпеген сыйлық ретінде, мүмкін біреу сізге сертификат ретінде сертификат ретінде сыйлық жасау мүмкін, немесе балаларыңыз, немесе жолдасыңыз, немесе достарыңыз сізге тегін жаңағы денсаулығыңызға қатысты бір курстарды өтуге қандай да бір сертификат беру мүмкін, немесе төлеу мүмкін, төлеуге жаңағы ұсыныс жасау мүмкін сізге. Сондықтан күтпеген жерден денсаулыққа байланысты бір жақсы нәрселер жасауға, бастауға ақша пайда болады. 5-ші сәуірді айтып кеттік, 6-ші сәуір бұл күні сіз маңызды қоғамдық іс-шараларға қатысып, көптен күткен құжаттарға қол қоя аласыз. Сондай ақ сенімді адамдардың көмегіне сүйенуге болады. 12-ші сәуірде бұл ерекше күн өзіңіз туралы сырт көзден ақпарат алуға мүмкіндік береді. Сіз өзіңізді басқалардың көзімен көріп, маңызды кеңестер ала аласыз. 13-ші сәуір толған ай, полнолуние таразы белгісінде өтеді. Сіздер үшін бұл 3-ші үйде. 3-ші үй бізде оқыту орны, курстарды аяқтау, оқуды аяқтау, маңызды құжаттар алу, немесе ұзақ мерзімді жоспарларыңызды аяқтау кезеңі. Сонымен қатар Венера планетасы тура қозғалысқа көшіп, қаржылық инвестициялар және жаңа бастамаларды бастауға жақсы кезең басталады 13-ші сәуірден бастап. 14-ші сәуірде Сатурн планетасының кармалық түйінмен қосылуы сіз үшін бұл табысты арттыруға, үлкен қаржылық мүмкіндіктерге жол ашылады.
немесе сіздің партнер жана серіктесіңіздің табысы айтарлықтай өседі. Яғни тек қана сіздің ақша емес, егер де сіз жолдасыңыз болса, ол жолдасыңыздың ақшасы болуы мүмкін. Егер де балаларыңыздың қолында отырсаңыз, балалардың біреуінің жұмысында мысалы табысы өсуі мүмкін, немесе бизнесінің табысы артуы мүмкін. Яғни сізді қоршайтын адамдардың, жақын адамдардың біреуінің табысының өскені сіздің де өміріңізге өзінің жаңағы пайдасын тигізетін болады. 16 сәуір Меркурий планетасы тоқты белгісіне өтеді. 9 үйде. Сіз үшін бұл шетелмен байланыстар, оқу, саяхат және бюрократиялық мәселелерді шешуге қолайлы кезең. Бұл уақытта виза жасау, билеттерді сатып алу немесе жаңағы рәсімдеу, алыс сапарларға дайындалатын жақсы уақыт басталады. 18 сәуір Марс планетасы Арыстан белгісіне ауысады. 1 үйде 18 маусымға дейін. Яғни 18 сәуірден 18 маусымға дейін сіздің көшбасшылық қасиеттеріңіз айқын көрініс тауып, жаңа жобаларды белсенді түрде қолға алатын боласыз. Бұл 2 айда сіз өте жігерлі, белсенді болып, маңызды бастамаларға жетесіз. 20-30 сәуір аралығында үлкен крест атты шиеленісті аспект болады аспанда. Бұл кезеңде эмоцияларыңызды бақылап, маңызды қарым-қатынастарда шиеленістерден сақтану керек болады. Және де бұл арада, әсіресе 21 сәуірде мысалы күн мен Марстың арасындағы шиеленіс жұмыс орнында, карьера бойынша жаңағы шешімдерде абай болу керек, мұқият болу керек, шешімдерді асықпай, сабырлықпен қабылдау керек. Яғни осы 20-30 сәуір аралығында кейбір шешімдерді ары қарай 30 сәуірден кейін мамырға қалдыруға болатын болса, солай жасаған мүмкін дұрыс болады. 27 сәуірде жаңа ай, новолуние торпақта болады. Ол 13 үй сізде бұл карьера, жаңағыдай жұмысқа қатысты, әлеуметтік статусқа қатысты өзгерістер болуы мүмкін, беделіңізге қатысты және жаңа ірі маңызды жоспарлар, сол жұмыс бойынша мақсаттар қою үшін жақсы кезең. Бізде әрбір жаңа айда мақсаттар қоюға болады, немесе ревизия жасап, тексеріп өзіңізді жаңағы бара жатырған жолыңыз дұрыс па, мүмкін егер де іште өзгерістер болса, мақсаттарыңызда өзгеру мүмкін, кейбір нәрселер керек емес болып, басқа нәрселерге мүмкін мақсат қоясыз деген сияқты. Кейде әрбір мысалы ай туғанда жаңа айда қарап отырған дұрыс. Прогресс болса, болмаса, мысалы сондай нәрселерді өзіңіз үшін тексеруге болады. Бұл кезде сіздің әлеуметтік мәртебеңіз жоғарылап, өзіңізді жаңа қырларыңыздан таныта аласыз. Сәуір айында өзіңізге сенімді болыңыз, мүмкіндіктерді жіберіп алмаңыз және өміріңізді жарқын жаққа өзгертуге дайын болыңыз. Арнамызға жазылып, ай сайынғы нақты және пайдалы болжамдарды өткізіп алмаңыз. Көріп отырғандай, өзіңіз егер де соңына дейін тыңдаған адамдар болса, сәуір айы сіздер үшін арыстандар көбіне ақшаға байланысты болады. Егер де кейбір нәрселерді өткізіп алсаңыз, қайтып тыңдаңыз болады. Себебі сізде көп нәрселер, көп планеталар жаңағы 8 үйде, жаңағы күтпеген ақшалар үйінде, немесе ол 3 үйде болғанда да ол жаңағы жұмыс орны деп айттық, яғни жұмысқа қатысты табыс, мүмкін сіз кәсіпкер болсаңыз да, сіздің табысыңыз өсуіне байланысты өзгерістер болуы мүмкін. Сондықтан егер де қандай да бір күндерге пландарыңыз болса, жұлдыз жорамалға